Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен гүлдерді тамырлату жайлы айтып өтем. Яғни өзім қалай тамырлатып жүрмін, гүлдерді солай көрсетіп өтетін боламын. Ал мынау аглонема гүлі тамырлатқан суын көрсететін боламын қазір. Сосын мынау жолдарды көрсетемін, тамырлату жолдарын міне қараңыздар. Сингонимда тамырлап тұр, сансеверияда. Бұның үшеуі тамырлап тұрған суды көрсетейін. Мына жай су емес, суында циолит бар. Бұны кір су деп ойламаңыздар, түріне қараса кір су сияқты. Қазір көрсетейін. Ішінде циолит жүр. Циолит қандай десеңіздер, міне ақ осындай түйіршік болады. Бұны гүлдерге жаңағы пересадка жасағанда топыраққа қосатын қоспаш, құрамында микроэлементтер бар. Осыны араластырып тамырлатуға да болады. Міне суына 1-2 түйір салып жібереміз. Міне мына жерде көрсеткенмін. Міне 2-3 түйір осылай салып жіберіп, анау қоңыр түске айналады, ол ештен кетпейді. Гүлдерге еш зиян жоқ. Құрамында витамин болғандықтан гүлдерді тамырлатқанға жақсы. Міне одан кейін жолы, негізі гүлдерді тамырлату үшін су өзіне сәйкес келу керек. Көп су құйып жіберіп ішіне түсіп кетпеу керек. Мысалға мына жерде хлорофитумға өзі кішкентай болғаннан кейін өзі ыдысын кішкентай пайдалану керек. Үлкен ыдысқа салсаңыздар ішіне түсіп кетіп босап кетеді. Соны да қарау керек. Одан кейінгі жарық жылы жер керек. Жарық жылы жер дегеніміз күн түсетін терезе қыстың күні, жаздың күні тіке күннің көзі қажет емес. Тұрған жері асты жылы болса тез тамырлайды. Яғни подоконниктеріңіз, терезелеріңіздің алды жылы, отоплениясы жақын, жылы жерде болса күн түсетін терезеге қыстың күні. Ал жаздың күні күн қажет емес. Сондай жер жақсы. Ал одан кейінгі ағымтақ бізде канневин. Канневинді білесіздер, көпшілігі қолданады, өте жақсы. Себебі мен көп гүлдерге осыны пайдаланамын. Қыстың күні жақсы. Міне қазір көрсетейін бір гүліме қалай пайдаланатынымды. Мына жақта менде аглонема. Міне аглонема гүлінің тамырлатуға қойылған суда тұр. Енді мына жақтарына осы жаңағы ақ ұнтағымызды, карневин тамырлатқышымызды пайдаланатын боламыз. Міне сына жақсылап сеуіп шықсақ та болады, болмаса былай батырып алсақ та болады. Міне сепкеннен кейін біраз уақытқа қалдырамын. Себебі жаңа ұнтақ суға барып ағып кетпеу керек. Ағып кетсе де ештен кетпейді, бірақ өзінде сақтап тұрғанда жақсы. Міне осылай қалдырылады. Одан кейін суға сала береміз 1 жарты сағаттан кейін. Одан кейінгі пайдаланатынымыз угіл, ағаштың күлі. Далада ағаштың күлін пайдалансаңыздар болады. Шашылықтан қалған. Одан кейін мынандай активированный угіль аптекада сатады, қара түрі. Соны пайдалансаңыздар болады. Одан кейін мынандай древесный угіль. Азыздан суға қосып жібереміз. Міне өз гүлдеріне қосып көрсетейін. Қолым қап-қара болды. Міне кішкене ғана салып көрсетіп жіберейін. Міне осылай салып қолданасыздар. Одан кейінгі кезекте бізде тамырлатуға енді қойылған гүлдердің бірін көрсетейін. Мына жерде менде монстераны қойғанмын. Осыны енді мох. Мынандай мох, негізі живой мох деген сатып алсаңыздар сол жақсы. Мынау кішкене мох уже ұзақ уақыт тұрып қалды, құрғап қалды. Осындай құрғақ пайдаланам десеңіздер, әбден дымқылдап алған дұрыс бұны. Әбден су шашып, дымқылдап алып, жақсылап төсеп аласыздар да. Примерно көрсетіп жатыр мен сіздерге. Жақсылап төсеп алып, осылай орайсыздар. Монстера гүлі. Міне осылай орайсыздар да. Стаканға салып қоясыздар ыңғайлы етіп, мохқа орап. Мен енді мына жерде
видеом ұзақ болып кетпес үшін примерно көрсетіп жатырмын. Осылай мұққа салып, мұқты дыңқылдап отырасыздар. Ол да тез тамырлатады, жақсы тамырлатады. Міне. Постоянно мұқты дыңқылдап отырасыздар. Стакан асты тесік болу керек. Артық су құйылған кезде тұрып қалып, тамырын шіртпес үшін, астынан ағып кету үшін. Осы әдісті пайдалансаңыздар болады. Одан кейін уақытта перлит пен вермикулит, оны бәріңіз білетін шығарсыздар. Ол өте жақсы, гүлдерді жақсы тамырлатады. Міне, мен алдында хризантема гүлін тамырлатқан болатынмын. Енді бетін аштым, себебі мына түптері уже қарайып баратыр. Мына жағын бәрі тамыры, ақ тамыр болғандықтан көрінбей тұр. Негізі тамыры өсіп келе жатыр. Мынау жаңа жапырақ шығарғандары уже тамырлат деген сөз. Сосын вермикулитте тамырлатсаңыздар да болады. Вермикулитте жақсы тамырлайтады, тамырды жақсы шығарады гүлдерге. Одан кейін торф, агробальт торфты да пайдалансаңыздар болады. Міне, өте жақсы тамыр шығарады. Ол да құрамында керек витаминдері бар, арнайы міне жеңіл, әрі тамыр шіртпейді. Міне, осы агробальтты да пайдалансаңыздар да болады. Тамыр тез дамиды. Енді сіздер қай әдісті қолданып жүргендеріңізді білмей, мен осы әдістерді қолданамын. Соң қысқаша видео түсірейін дедім. Міне карнивин, угіл, агробальт, одан кейін жаңағы сиалит қолданамын. Міне осыларды қолданамын. Тамырлары жақсы шығып бастаған кезде уже стаканға еге беруге болады. Одан кейін бір айта кететін, негізі тамырлары өте ұзын болып кеткен кезде қажет емес еккенді. Средний, осындай. Не кішкентай болғанда қажет емес, не қатты ұзын болып кеткенде де күшті уже тамыр алып кетеді. Сондықтан бір средний болған кезде еге берген дұрыс. Мен өзім сөйтіп егемін средний кезде. Мысалға, мына 2 гүл уже дайын егуге. Ал мыналар уже кішірек, әлі енді тамырлатуға қойылып жатыр. Сондықтан қатты ұзын болып кетпесін. Осы әдістерді қолданамын. Сіздер қай әдісті қолданасыздар, қалай тамырлатып жүрсіздер? Жарық жыл жерге қойсаңыздар, негізі суда да тамырлай береді көбіне. Бірақ қосымша осындай қыстың күні пайдалансаңыздар жақсы.